Маңыт Қыпшақ фермер қожалығымызда 25 гектар қауын қарбыз егіп бастадық. Биыл Құда қаласа осы жұмыстарын алып барып жатырмыз. 25-30 адамдай жұмсап күніге бәнтілеп жатырмыз. Сол халқымыз сапалы, ерте қауын қарбыз жесін деп әрекетіндеміз. 25 гектар пакет жайып, пәтпөлеңгі істеп, домбықлау жұмыстарын алып барып жатырмыз. Өкпеден шығарып, уже витаминдерді орып әрекетіндеміз, ерте шығарудың жолындамыз. Өткен жылы қауын ектік. Өткен жылы жақсы болды, қауынларымыз ерте шығардық, қымбатлау болды, экспорт көбейді. Жыл сайын экспортлар көбейіп жатыр. Жылда біздерге экспорттан келеді адамдардан, Қазақстаннан, Россиядан. Сол экспорт қылып договор дүзіп, жылда экспорт қылып тұрмыз. Қазақстанға көбінше біздерге Қазақстанға экспорт қыламыз. Одан көп кете береді. 300 тонна жібердіңіз, 300 тонна анық кетті оған. Сол Гүрбектен әдені күз қауын жібереміз, сары қауын жібереміз, әмме қауын дегеніміз, әр түр қауынлар дегеніміз біздер. Қарбыздан кетті, Гүрбек, көк Гүрбек, ала Гүрбек. Біздердің қауынларымыз көз тимесін, Шортанбай районы, Нүксі районында қауынларымыздан мазалы болып шығады. Стандартқа жауап беріп, мощный қылып, төгінлерден көп бермей, Қоңсы районлардан, мысалы, базарға да шығарамыз. Біздерден Атыздан кеп әкететін районлар, артқы районлар көбінше біздерден алады. Біздер көбінше ерте шығарамыз. Міне қауынларымыздан көріп жатсыз, уже гүлдеп жатыр да. Ең мазалы қауынлар біздерде шығады. Химиялармен көп пайдаланбаймыз. Көбінше қол мейнеті, табиғи жолдармен аламыз қауын қарбыздарды.